Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінде тәттілер фестивалі өтті. Қайырымдылық жәрмеңкесі 7-ші рет жалғасын табуда. Жақсылық жасап, жарысқан жомарт жандардан түскен қаражат мұқтаж жандардың еміне жұмсалатын болады. Қарағанды қаласында 7-ші рет қайырымдылыққа негізделген тәттілер фестивалі өтті. Мұнда әртүрлі кондитерлік өнімдер, соның ішінде қолдан жасалған тәттілер көрермендер назарына ұсынылды. Фестивальдан түскен барлық ақшалай қаражат 11 жастағы Бадыр Ахметовтың сал ауруы диагнозына көмекке жұмсалады. Кішігірім осындай тәттілер фестивалі деп аталады. Қаламыздың үздік кондитерлері, қандай бір жақсы бұйымдар жасайтын кісілер өздерінің өнерлерін, өздерінің жасаған кәдесыйларын сатады. Бүкіл ақша осы баламыздың еміне жұмсалады. Келіңіздер. Фестивальге арнайы үй кондитерлері жиналды. Шараға қатысушылар жақындарына ғана емес, мұқтаж адамдарға да тәттілер сатып және көмек көрсете алады. Тени на белом снегу и побежали, и полетели. Тәттілер фестивалінің қонақтары дүкендерден таба алмай жүрген ерекше және дәмді жаңа жылдық кондитерлік өнімдерді тек осы жерден сатып ала алады. Жәрмеңкеде қолдан жасалған шоколад, пряниктер жиынтығы, десерттер және тағы басқа дәмділер де бар. Кондитерлердің тәтті жиындық қорапшалары керемет, жаңа жылдық сыйлық бола алады. Сонымен қатар, жәрмеңкеге келушілерді қарағандылық бишілер мен музыканттар өз өнерлерімен қуантады. Сондай-ақ сыйлықтар ойнатылады. Айдын Тонтайтегі, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.